Сәлем достар, біз өткен сабақта сіздермен тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері туралы сабақ өткен болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда сол қасиеттерін қолданып есептерді шығарамыз. Алғашқы есебіміз ABC тікбұрышты үшбұрышының А бұрышы Б бұрышынан 2 есе үлкен, және де бұрышысы 90 градус болса, бірінші ABC үшбұрышының сүйір бұрыштарын табыңдар, және де екінші гипотенузасы 8,4 см болғандағы асы катетін табыңдар. Енді оқушылар осы есептің шарты бойынша мына үш бұрыштың төбелерін белгілеп алайық. Бұрышысы 90 градус болғандықтан, біз мына жеріндегі тік бұрышты С деп белгілеп аламыз. Және де А бұрышы Б бұрышынан 2 есе үлкен. Демек, мына үш бұрыштың біз үлкен бұрышын А деп белгілейміз, кіші бұрышын Б деп белгілейміз. Енді алғашқы шарты бойынша біз сүйір бұрыштарын табуымыз керек. Ол үшін біз үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы деген анықтаманы қолданамыз. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180 градусқа тең болатын. Енді үлкен бұрышы кіші бұрышынан 2 есе үлкен болса, біз кіші бұрышын x деп белгілеп алсақ, үлкен бұрышын 2x деп белгілеп аламыз. Осы жердегі бұрыштардың орнына мына x деген мәндерін қоямыз. Бұрыш А дегеніміз 2x, қосу, бұрыш Б дегеніміз x, қосу, бұрыш С дегеніміз есептің шартында 90 градус деп берілген. Ол тең болады 180 градусқа. Осыдан x-ті табатын болсақ, 3x тең 180 градус азайту 90 градус. 3x тең 90 градус болады. Енді осыдан x тең 90 градусты 3-ке бөлеміз. Бұдан бізде шығады 30 градус. Демек оқушылар, мына жеріндегі кіші бұрышымыз бізде 30 градус болады екен. Енді біз үлкен бұрышын табу үшін мына жердегі x-тің орнына 30-ды қоямыз. Сонда бұрыш А тең болады 2x. Осыдан x-тің орнына 30-ды қойсақ, ол бізде 60 градусқа тең болады екен. Демек жауабы бұрыш А тең 60 градус, бұрыш Б тең 30 градус. Енді екінші сұрақ бойынша гипотенузасы 8,4 см. Мына жеріндегі АБ қабырғасы бізде 8,4 см. Асы катетін табыңдар. Асы катет дегеніміз мынау. Енді оқушылар, өткен сабақта біз сіздермен 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген қасиетін айтқан болатынбыз. Енді сол бойынша жазатын болсақ, асы тең болады АБ-ның жартысына. Ол тең, АБ-ның мәні бізде бар, 8,4 см бөлу 2. Тең, 8,4 2-ге бөлсеңіздер, 4,2 см болады. Жауабы 4,2 см. Келесі екінші есебіміз тік бұрышты үш бұрыштың бір бұрышы 60 градус. Ал гипотенуза мен кіші катетінің айырымы 2,175 см. Үш бұрыштың гипотенузасы мен кіші катетінің ұзындықтарын табыңдар. Енді оқушылар осының суретін сызып алайық. Тік бұрышты үш бұрыш берілген, осының төбелерін белгілейміз. А, Б, С. Немесе латынның кіші әріптерімен белгілеп алсақ болады. Есептің шарты бойынша бір бұрышы 60 градус. Демек, біз мына бұрышын 60 деп белгілеп аламыз. Және де бұрыш А 90 градус, себебі ол тік бұрышты үш бұрыш. Олай болса, мына жердегі бұрышымыз 30 градус болады. Және де гипотенуза мен кіші катетінің айырымы 2,175 см. Гипотенуза бізде С, азайту кіші катетіміз А.
Осы екеуінің айырымы 2,75 сантиметрге. Және де 30 градусқа қарсы жатқан катет, демек мынау катетіміз бізде гипотенузаның жартысына тең. Осыны жазатын болсақ, немесе оны былай жазсаңыздар болады. Катетті 2 еселеп жазсақ, бізде гипотенуза шығады. Сонда С тең 2А болады. Енді мына жердегі С-ның орнына біз 2А-ны қойып жазамыз. 2А азайту А тең 2,75. Осыдан А тең 2,75-ке. Енді оқушылар, мына жердегі А-ның орнына біз 2,75-ті апарып қоямыз. С тең 2 көбейту 2,75. Ол тең болады 5,5 сантиметрге. Келесі үшінші есебіміз. АБС тікбұрышты үшбұрышының А бұрышы Б бұрышына тең. Бұрышысы 90 градус болса, АБС үшбұрышының сүйір бұрыштарын анықтаңдар. Екінші, катеті 12 сантиметрге тең болғандағы АС катетін табыңдар. Бұрышысы 90 градус демек, тік бұрышымыз 90 градус болғандықтан бұл төбесін С деп белгілейміз. Ал табандағы екі бұрышы өзара тең. А мен Б екеуі тең. Есептің шартын жазып қояйық. Бұрыш А тең бұрыш Б-ға. Және де бұрыш С 90 градусқа. Бұл екеуі тең болғандықтан оларды X деп белгілеп қойсақ болады. Енді үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус болса, X қосу X қосу 90 градус. Ол тең 180 градусқа. 2X тең болады. 180-нен азайтамыз 90 градусты, сонда 90 градус қалады. X тең 45 градус. Енді оқушылар, мына жерден қараңыздар. Мынау 45 градус болды, және де мынау 45 градус болды. Бұл дегеніміз тең бүйірлі үшбұрыш болды. Себебі тең бүйірлі үшбұрыштың табандағы бұрыштары өзара тең болады. Олай болса, тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш, оның А-сы және Б-сы қабырғалары тең. Біріншісінің жауабын жазатын болсақ, бұрыш А тең бұрыш Б-ға, олар тең 45 градусқа. Енді екіншісінің жауабын жазатын болсақ, есептің шарты бойынша А-сы катеті 12 сантиметрге тең. Ал бізде үшбұрышымыз тең бүйірлі. Демек, Б-сы катеті де 12 сантиметрге тең болады. Екіншісінің жауабы А-сы тең Б-сыға, ол тең 12 сантиметрге болады. Келесі төртінші есебіміз. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының біреуі екіншісінен 5 есе үлкен. Үшбұрыштың сүйір бұрыштарын анықтаңдар. Енді осы бойынша бұрыштарын белгілеп жазып алайық, төбесін үшбұрыштың. А, Б, С. Есептің шарты бойынша бізде тікбұрышты үшбұрыш, сол себептен бұрыш А 90 градусқа тең болады. Және де біреуі екіншісінен 5 есе үлкен. Ең кішкентайын біз X деп белгілеп алсақ, ал үлкені одан 5 есе үлкен болса, ол 5X болады. Тағы да үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын пайдаланамыз. Сонда үшбұрышының қосындысы 180 градусқа тең. Осыдан 6X тең болады. 180-нен азайтамыз 90 градусты. 6X тең 90 градус. Енді X табатын болсақ, 90 градус бөлу 6. X тең болады 15 градусқа. Енді оқушылар, мына жердегі кіші бұрышымыз 15 градус болды. Мынау бұрыш Б-ны табу үшін X-тің орнына 15-ті қойып жазамыз. Сонда бұрыш Б тең болады 5X, ал X-тің орнына 15 градусты қоятын болсақ, ол бізде 5-ті 15-ке көбейтсек 75 градус болады. Жауабы бұрыш С тең 15 градус,
бұрыш Б тең 75 градусқа. Сіздерге қосымша тағы да ақпарат айта өтейін. Егерде сіздерге дәл осындай шартпен есеп берілсе, үшбұрыштың қалған бұрыштарын табыңыздар деп тікбұрышты үшбұрыш берілсе, мына жердегі бұрышымыз 90 градус екені белгілі. Ал үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус екені белгілі. Сол себептен осы 180 градустан мына бір бұрышын алып тастайсыздар, азайту 90 градус. Ол тең 90 градусқа. Яғни мына 90 градус дегеніміз мына екі қалған бұрыштарының қосындысы. Сол себептен жаңа біз есептің шартында мынаны x, мынаны 5x деп алдық. Осы екеуінің қосындысын бірден 90 градус деп жазсаңыздар болады. 5x қосу x тең 90 градусқа. Осыдан x тапсаңыздар 15 градус болады. Яғни менің айтпақ болғаным, мынаны жазбастан бірден екеуінің қосындысын 90 градус деп алсаңыздар болады.